Армысыздар, құрметті жас достар. Қазақстанның жастары елдің басты байлығы. Еліміздің жарқын болашағы тікелей жастарға байланысты. Сондықтан жас ұрпақтың білімді, зейінді, тәрбиелі, парасатты болып қалыптасуы еліміз үшін айрықша маңызға ие екендігін алға тарта отырып, біз бүгін агенттіктің бастамасымен адалдық сағатының кезекті дәрісін ұлтымыздың ұлы тұлғаларының бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының адалдық құндылықтарына негізделген шығармашылығына арнап отырмыз. Дала ойшылы атанған философ ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармалары арқылы ақынның ұлтын ерекше сүйетіндігіне таңданасың. Ол ең алдымен адам бойындағы адамгершілік қасиеттерді жырлады. Қазақ қауымына адал еңбек етіп, бойына білім нұрын сіңіріп, сол арқылы биік жетістікке жетсін деген ой тастайды. Ендеше өз заманының озық ойлы ғұламасы Шәкәрім Құдайбердіұлы мұрасына тереңірек бойласақ. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген Абайдың тағылымынан сусындап өскен Шәкәрім бүкіл адамзат баласын бауырмалдық пен ізгілікке шақыратын терең тағылымды берік ұстаған. Өзінің өмірдегі мұрат мақсатын айқындап, халқына адал серт беріп, адамдық борышың ар үшін, барша адамзат қамы үшін, серт қылғам еңбек етем деп алдағы атар таң үшін деген. Бәріне қанағат қылда адал еңбек қыл деген ақын өсиеті бүгінде өзектілігін жойған жоқ. Ол қазақ қоғамының рухани өсуіне көмектесуді, жастарды ғылым білім, өнер өнегеге баулуды мұрат тұтады. Мәселен, кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам айла зорлықсыз мал табалық, өшпес өмір таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық деген. Қазақ елінің ғылым мен мәдениет өріне көтерілуіне үлес қосуды көздеген ақын қоғамға сөз өнерімен ықпал еткен. Шәкәрімнің бай мұрасының адамзат үшін маңызын, рухани құндылығын жете түсіну біздің жастарымызға парыз. Өмірде ақиқат, шындық, білім, ғылым, ақыл мен сезім дамуы арқылы іске асады деп көрсеткен ойшылдың өткен ғасырда айтқан ойлары қазіргі таңда қазақ қоғамы үшін маңызын жоймады. Сондай-ақ Шәкәрім адалдық турасында мақтан үшін мал жима, жан үшін жи, ғибадат пен адалдық ар үшін жи деп бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, парасатты тұлға болып қалыптасу үшін адам бойындағы асыл қасиеттердің бірлікте болуы керектігін ашып көрсеткен. Ол өзінің жырларында адамзаттың жалған жарықтарға алданбауға, болмашыны бұлдыр мен сылдырды малданбауға шақырды. Шәкәрімнің асыл ойлары адалдық, әділдік, ынсап, әділет, мейірім сияқты асыл қасиеттерді кірлетпеуге негізделген. Бұл ойлары қара сөзбен жазылған үш анық философиялық трактатында айтылған. Адам ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім. Шәкәрім өз шығармаларында ар білімі деген терминді қолданған. Ар қайда, рахым қайда, әдеп қайда, быт-шыт боп неге жүрміз әрбір сайда. Көз жұмып, көппен көрген ұлы той деп, береді бұл надандық кімге пайда. Шәкәрім өлеңдерін зер сала оқысақ, ар ұғымына адалдық, парасаттылық құндылықтарын дәріптеуге көп мән бергенін келесі өлең жолдарынан байқаймыз. Арсыз адам, асығыс айлагерлік, мұның бәрі шайтанның досы болмақ. Арманым байлық, мансап мақтан емес, аты зор, аты ұлы емес, адам ұлы. Ар жеңіп шығады адамның қарасын, адал еңбек, ақ жүрек берер шешіп, таза ақыл қосылса, әлімнің таласын. Иә, Шәкәрімнің адалдық, қанағатшылдық, білімге құштарлық жайлы жазған өлеңдері атқарылар әр істің негізгі өзегіне айналып отыр. Сондықтан сіздер, жастар, парасатты тұлға болып қалыптасу үшін ақын мұрасында айтылған ізгі қасиеттерді бойға жинауларыңыз қажет. Осы орайда
Ақынның «Жастарға» атты ұзақ толғаулы өлеңі білім алып жүрген әрбір жастың жаттап алар, өз өмірлеріне темірқазық етер бағдаршамы сияқты. Байладым белді бекем буайын деп, жүректі адалдықпен жуайын деп, талпынған мақсат іздеп мақұрым қалмас, адамдық ғылым жолын қуайын деп. Ақын жастарға білімдіден ғибрат алуға, ақылмен ойлап іс қылуға, құлқынның құлы болмай, адамдық борыш ар үшін қызмет ет деп өсиет еткен. Жастарым, құмар болма көрінгенге, жас күнде бойды үйретпе ерінгенге, ғылым тап, жас күніңде буын қатпай, басында байқамассың дәмін татпай. Менің көрген жайымды сендер білсең, ғылым үшін жүрерің тыным таппай. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта, оны біл. Талаптан да ғылыммен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Сонымен қорыта келе, ардақты тұлға, шырайлы шығыс елінің тумасы Шәкәрімнің асыл сөздерімен бүгінгі адалдық сағатында таныстыңыздар. Қазіргі өркениетті заманда да өз құндылығын жоймаған Шәкәрім өсиеті баршамыздың жан дүниеміздің айнасы болуы қажет. Сондықтан жас достар, ішкі жан дүниемізді байытып, ар иманымызды таза ұстауға талаптанайық. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.